радикалды топтар, әртүрлі жаңағы жамағаттар, басқа да діни бағытта қызмет етіп жатқан ұйымдар бар. Жат идеологияларға қарсы рухани ұлттық құндылықтар арқылы насихаттау арқылы күресу үдерісі байқалып отыр, бар. Жастардың арасында, студенттердің арасында, болмаса жаңағы әртүрлі жеке кәсіппен айналысып жатқан азаматтардың арасында осы топқа кету, әртүрлі ағымдардың кіріп кету мәселесі халықты бөлшектеуге алып барған сынды тоғылан ойлайды. Біздің ата бабаларымыз мұсылман болған. Олар қандай мұсылман? Мен оларды сонда кәпір деуім керек па? Тарихында, салт дәстүрінде болған дүниелерді қалай мен дінге қарсы деп ойлауым керек? Құрметті көрермен, қауіпсіз мемлекет бағдарламасына қош келдіңіздер. Бағдарламаның мақсаты діни экстремизм, радикализм, терроризм сұрағы бойынша азаматтарымыздың құқықтық сауаттылығын арттыру. Бүгінгі күні қоғамымызда дін мәселесі төңірегінде және экстремизм, терроризм саласы бойынша бірқатар оқиғаларда орын алуда. Жақында ғана республикамыздың бір өңірінде діни жазуды пайдаланған мемлекеттік рәміздерді қорлау орын алды. Бұл жағдай қандай да болса да біздің қоғамымыздағы түсінбеушілікке, діни араздыққа, әртүрлі жағдайларға алып келуі әбден мүмкін. Осы мәселе төңірегінде біз азаматтарымызға осы дін мәселесін, діни радикализм мәселесі төңірегіндегі сұрақтарға жауап алу үшін арнайы мамандарымызды осы студияға шақырып отырмыз. Бүгінгі студиямыздың қонағы Лев Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің доценті, философия ғылымдарының кандидаты, доцент, дінтанушы Кеңшілік Тышқанұлын шақырып отырмыз. Кеңшілік мырза, студиямызға қош келдіңіз. Қайырлы күн деп баршаға. Кеңшілік мырза, мен сізбен бүгінгі бағдарламада еліміздегі діни ахуал, радикализм, экстремизм мәселесі төңірегінде әңгімелескім келіп отыр. Бұл тұрғыда енді өзіңіз білесіз, жақында өткен ұлттық құрылтайда бұл мәселе тағы да көтерілді. Алаңдатарлатын әрине жағдай бар. Осыдан 2 жыл бұрын парламент қабырғасында депутаттарымыз да бұл мәселені көтерген болатын. Қазір елімізде қаншама бұл тұрғыда жұмыстар жүргізіліп жатса да, бүгінгі күнгі статистика қылмыстардың, қылмыстық құқық бұзушылықтардың орын алып отырғанында байқап отырмыз. Кеңшілік мырза, жалпы бүгінгі күні елімізде орын алып отырған діни ахуал қалай, қандай жағдайда? Қауіп бар ма? Не болмаса бұл қауіптің алдын алу бола ма? Мынау елдегі діни ахуалға тоқталған кезде бірнеше мәселені назарда ұстау керек деп ойлаймыз. Енді біз демократиялық құқықтық мемлекет болғаннан кейін діни сенім бостандығы, мемлекет басшысы да өзі айтты, бізде дін бостандығы берілген деп. Дін бостандығы болғаннан кейін әртүрлі конфессиялардың, әртүрлі ағымдардың, әртүрлі көзқарастардың таралуы тенденциясы жалғасып келе жатыр. Енді өзіңіз жақсы білесіз, бізде құқықтық жолмен, заң бойынша, сот бойынша тыйым салынған 20-дан астам ұйымдар мен діни бірлестіктер, қозғалыстар бар. Бірақ дегенмен де бізде тыйым салынбаған, нақты аталып түсіргенімен жұмысына кедергі жасалмаған діни мекемелер қызмет жасап отырған ұйымдар да бар. Жаңа өзіңіз айтып отырған сияқты радикалды топтар, болмаса әртүрлі жаңағы жамағаттар, басқа да діни бағытта қызмет етіп жатқан ұйымдар бар. Соның салдарынан болу керек, мемлекет басшысы осы мәселеге тереңірек тоқталып отырған. Өйткені әртүрлі терактілердің азаю болмауы, болмаса жаңағы радикалды бағыттағы азаматтардың шетелге кету фактілерінің азаю деген сияқты. Бірақ дегенмен де қауіпсіздік саласының қызметкерлері әртүрлі бағыттардағы діни ұйым өкілдерін ұстап, әртүрлі келеңсіздіктердің алдын алып, не болмаса осы бағытта жаңағы жазасын өтеу мекемелеріне түсіп жатқан азаматтарды қарайтын болсақ, бұл бағыттағы жұмыс жалғасып жатыр. Яғни радикалдану процесі де жүріп жатыр деп айтуға болады. Яғни азаматтардың ішінде сол ағымдарға кету процестері де бар. Жастардың арасында, студенттердің арасында, болмаса жаңағы әртүрлі жеке кәсіппен айналысып жатқан азаматтардың арасында да осы топқа кету көрсеткіштері бар. Жалпы алған кезде тұрақтылықты, біз өз діни ахуалда мына мәселе бар. Тұрақтылық деген сөз
ол бір кепілдік көрсетпейді. Радикализмде тұрақтылық деген дүние кез келген уақытта бұзылуы мүмкін. Яғни сыртқы қандай да бір шейхтардың, жаңағы ұстаздардың тырнақшаның ішінде нұсқауымен, болмаса жаңағы өз топтардың белгілі бір пәтуалар өздеріне шығарып алып, жаңағы күрес деген сияқты мәселелерді алға тартып, жаңағы көшеге шығуымен, болмаса жекелеген азаматтардың жаңағы наразылық түріндегі актісінің жүзеге асуымен бұл тұрақтылық аяқталуы мүмкін. Яғни сол себепті де мемлекет басшысы айтып отырған мәселе бұған қатаң жаңағы заңнамалық тұрғыдан негіздеу мәселесі, содан кейін мына жаңағы азаматтардың әртүрлі топтар, әлеуметтік топтар немесе әртүрлі бағыттағы азаматтардың арасындағы радикалдардың өсу көрсеткіштерінің алаңдаушылық тудыру деген сияқты мәселелер біздің қоғамда әлі күн тәртібінде отыр. Яғни бұл жерде мына мәселе бар: радикализм бағытындағы азаматтар, біз бір нәрсені ашық түсінуіміз керек. Бұл азаматтар біздің құндылықтарымызға немесе зайырлы қоғам құндылықтарына, тіпті біздің дәстүрлі бағыттағы діни құндылықтарымызға түбегейлі қарсы азамат, қарама қайшы азаматтар. Ал қарама қайшы азаматтарға кез келген уақыттағы мүмкіндік оларға жаңағы үлкен бір көзқарас не болмаса үлкен бір талпыныс тудыруы мүмкін. Яғни бұл не деген сөз? Бұл азаматтарға мүмкіндік туа қалған кезде сол мүмкіндікті жүзеге асыруға бағытталады. Яғни қандай мүмкіндіктер? Біріншіден, бұл азаматтарда мына діндарлық деген түсінік тек қана біз деген бағытта ғана қалыптасқан. Яғни біздің ұйымның ұстанымдары ғана Алланың алдында, діннің алдында ақиқат, қалғандарының барлығы бұған қарсы бір шайтани қозғалыс деп түсінеді. Мемлекеттік жүйе болсын, мемлекеттік басқару жүйесі болсын, демократиялық құқықтық нормалар болсын, тіпті біздің дұрыс бағыттағы діни бағыттың өзін бұлар адасушылар, діннің ішіне жаңа элемент кіргізушілер, бұлармен біз күресуіміз керек деген сияқты. Иә, олар ашық айтпайды, өйткені ашық айтатын болса, ол кез келген уақытта оның жолы кесіледі. Бірақ бұлар жаңағы бір уақыт келген кездерде бұл нәрселерді жүзеге асыруға талпыныс жасауы мүмкін. Яғни әрине бұлардың ішінде де өзі әртүрлі категорияларға бөлінеді. Жаңағы такфирит бағыты бар, не матхал дейміз, жаңағы матхалиттік бағыттар бар, суриттік бағыттар бар, болмаса жаңағы жасырын тақия жасап жүрген азаматтар бар. Яғни біздің уақытымыз келеді, не болмаса сол уақытқа дейін біз күтуіміз керек деген сияқты бағытта жүрген азаматтар бар. Бірақ қалай болмаған кезде олардың ішкі қалпы, яғни жаңағы настрой дейміз ғой, сол ішкі қалпы бұл өздерінің санасындағы мемлекетті немесе қоғамды құруға талпыныс. Ол мемлекеттің ішіне жасауға тырысады, болмаса мүмкіндік болмаса шетелге көшіп кетуі мүмкін. Бірақ бәрібір де біздің қоғамда ондай азаматтар біздің арамызда бар, жүр. Жаңа біз бұның нәтижелерін күнделікті жаңағы ақпарат құралдарына, болмаса жаңа жазасын өтеу мекемелерінен, болмаса адрестік жұмыстардан көріп отырмыз. Яғни ондай азаматтар оңайлықпен беті бері қарамайды, өйткені олардың басына, санасына бұл нәрсе әбден сіңірілген. Яғни дін, Құдай, Құран деген, иман деген, хадис деген дүние тұрғысынан сіңірілгеннен кейін олар оған имандай сенеді. Яғни менің ұстанымым осы, менің позициям осы, мен одан ешқашан бас тартпаймын деген сияқты. Себебі оны құндылық деп өзіне қабылдағаннан кейін ол азаматтарды оңайлықпен райынан қайтару қиын. Олай болатын болса, бұның жаңағы алдын алу тетіктері өзіңіз айтып отырған сияқты заң, құқықтық нормалар арқылы жүзеге асу керек. Өйткені бұл жерде үлкен бір мемлекет басшысының алаңдап отырған дүниесі бар: діни бірегейлік, рухани құндылық мәселесіне қатты мән беріп отыр. Яғни халықтың арасындағы жік, не болмаса жаңағы бір-біріне қандай да бір агрессия танытудың діни тұрғыдағы формасы ақырындап қалыптасып келе жатыр. Ол болып жатыр күнделікті бір азын-аулақ жаңағы текетірестер, әлеуметтік желілердегі жаға жатысулар, бет тырнасулар болып жатыр. Бірақ бұл ертең жаңағы бұл топтардың жақтастары көбейген кезде, қандай да бір межеден асқан кезде үлкен бір қауіпті тенденцияға айналуы мүмкін. Бұның ең бір өкініштісі, бұл жердегі оңалту жұмыстары мен жаңағы теріс ағымға кету процестерінің арасындағы қаншама жұмыс жасалып жатыр. Белгілі бір деңгейде бақылауға да алынып отырған шығар, яғни жаппай көбейіп кетуінің алдын алып отырған шығар. Қаншама қызметкерлер жұмыс жасап отыр, сала мамандар жұмыс жасап отыр. Бірақ бұлар міне 30 жылға жуық уақытта қалыптасып қойды. Яғни бұлар бір топ ретінде өздерінің жаңағы өз ішінде жаңағы бір-бірімен таныс, бір-біріне қолдау көрсетуші, тіпті жазасын өтеу мекемелеріне біреу түсіп қалған жағдайда оның артындағыларға қарайласатын да бір қамқорлық сияқты сондай бір байланыс орнатып үлгерді. Яғни бір Астанадағы тұратын біреу мен Алматыдағы тұратын біреудің арасында да байланыс бар деген сияқты. Ол деген сөз болашақта бұл діни жамағат ретінде, діни көзқарас ретінде толық орнығып қалуы мүмкін. Ол кездерде жаңағы тұрақты проблема жалғасып отырады. Яғни
мемлекет оларды жаппай тұтқындай алмауы мүмкін, жаппай ондай бір құқықтық шектеулер қоя алмай қалуы мүмкін. Бір жағынан бұл адам құқықтары мәселесі бар, діни сенім бостандығы мәселесі бар. Қылмыс жасалмаған кезде оған бір қарсы іс-шара ұйымдастыру да қиын, бірақ потенциалды түрде олар кез келген уақытта ұлттық құндылыққа, мемлекеттің тұтастығына, діни тыныштыққа, бірегейлікке балта шабу әбден мүмкін. Қаупі бар дейсіз. Қаупі бар. Иә, қазіргі кезде осы жат идеологияларға қарсы рухани ұлттық құндылықтар арқылы, насихаттау арқылы күресу үдерісі байқалып отыр, бар. Сіздің ойыңызша ұлттық құндылықтарымыз арқылы күресу мүмкін бе? Енді бұл жерде мына мәселе болып тұр. Біз тәуелсіздік алғаннан кейінгі жылдарда жалпы рухани бір хаос, бір бос кезеңді басынан кешірдік қой. Енді мынау коммунистік идеологияның орнын толтыратын бір идеология керек болды. Сол кездерде біз дәстүрге, ұлттық құндылықтарымызға, дінге, руханиятқа қайтадан бетбұрыс жасап, максималды оларға мүмкіндік бердік. Сол кездерде халықтың ішіне әртүрлі көзқарастардың, әртүрлі ағымдардың кіріп кету мәселесі халықты бөлшектеуге алып барған жағдай болды. Енді осы ұлттық құндылық арқылы қандай да бір болмасын масса, яғни халықтың басым бөлшегі, басым көпшілігі осы құндылықтарды негізге алатын болса, белгілі бір деңгейде радикалды топтардың қатарына кіріп кету жағдайы азаяды. Оның үстіне мына радикалды топтарға кіріп кеткен азаматтардың да әлеуметтік портретін зерттеген кезде көп жағдайларда ұлттық құндылықтармен сусындамаған, ұлттық болмысы бар отбасыларда өспеген, жалғыз жарым отбасыларда болмаса әртүрлі әлеуметтік жағдайда өскен азаматтардың радикализмге, экстремизмге кету жағдайлары көрсеткіші жоғары. Яғни ол да бір құндылық іздейді. Құндылық іздеу барысында радикалды топтардың ұсынған құндылығы оларға құндылық сияқты, рухани құндылық сияқты танылып қалады. Ал енді ұлттық құндылық адамның болмысында болатын болса, бойында болатын болса, тәрбиесінде болатын болса, біздің менталитетімізде, салт дәстүр санамызда, сонымен қатар дін имандылығымызбен қатар болатын болса, ол азаматтардың теріс ағымға бірден бет бұрып кетуі көрсеткіштері өте төмен. Неге десеңіз, ол сыни тұрғыдан ойлайды. Біздің ата бабаларымыз мұсылман болған, ал олар қандай мұсылман ұстанған? Мен оларды сонда кәпір деуім керек пе? Біздің қазақ тарихы мұсылманның тарихымен байланысы бар. Олай болатын болса, мен тарихымда, салт дәстүрімде болған дүниелерді қалай мен дінге қарсы деп ойлауым керек. Ал ол кездегі шыққан қазақ дін ағартушылары неге бұны сол кездерде тыймаған? Демек, бұл халықтың дәстүрімен дініміз сабақтасып жатқан сияқты ғой деген дүниелер бойында болатын болса, оңайлықпен теріс идеологияға кете қоймайды. Яғни рухани жұтаңдыққа түскен жағдайда теріс ағымға кету көрсеткіші жоғарылап кетіп тұр. Сол үшін де ұлттық құндылық альтернативті түрде азаматтардың бойына сіңетін болса, біріншіден діни бірегейлігімізге қызмет жасайды. Екіншіден теріс ағымның алдын алуға қызмет кедергі болады. Үшіншіден біздің тәрбиемізге де, менталитетімізге, ұлттық болмысымызға да өзінің оң ықпалын тигізеді. Сондықтан да ұлттық құндылық дегеннің өзіне біздің мынау конфессиялық, этникалық тұрдан бірыңғай болмауымыз да мүмкін жаппай халықтың арасында ұлттық құндылықты дәріптеуге мүмкін кедергі келтіретін шығар. Бірақ қалай болмаған кезде әр халық, этнос өзінің құндылығын дәріптеуге менің ойымша мүмкіндігі бар, және сол қажет деп ойлаймыз. Енді мынандай нәрсе ғой, біз болды, бұл діни ағымды қолымыздан, уысымыздан шығарып алдық, бақылау бізден кетіп қалды, енді осы құндылықтарды дәріптеудің қажеті жоқ деп айта алмаймыз. Яғни бәрібір де жастар өсіп келе жатқан өскелең ұрпақ бар, олардың санасында біз ұлттық құндылықтарды дәріптеуіміз керек. Халықтың ауызбіршілігі, бірегейлігі деген мәселе бар. Ертең съездің бүйрегі сияқты бөлшек-бөлшек болып ағымдарға немесе құндылықтарға бөлініп қайшылыққа түсетін болсақ, бұл да мемлекет үшін салдары аз болмайды. Сондықтан да біз жалпы халықтың орта тап дейміз ғой, жалпы халықтың ішінде басым бөлігі әлде болса да бейтараптылықты сақтап отыр. Яғни рухани тұрғыдан өзінің құндылық ретінде исламды таниды, өзінің белгілі бір күнделікті өмірлерінде салт дәстүрмен сабақтастығы бар, қайтыс болған адамға Құран оқиды, жеті шелпегін пісіреді, садақасын береді деген сияқты сондай халық басым. Енді 30 күн ораза ұстап жатқан халықтың да қарасы көп. Міне сол халыққа біз ұлттық құндылықты, соның ішінде мынау өсіп келе жатқан ұрпаққа ұлттық болмысымызды түсіндіруіміз керек. Өйткені жаһандану жағдайында халықтың ұлттық болмысынан ажыраған жағдайда, өзінің ұлттық менталитетінен, мемлекеттілігінен, дәстүрінен, салтынан ажыраған жағдайда оның басқа мәдениеттің идеологияның ықпалына түсу көрсеткіші тезірек болады. Ал біз үшін ол өзіміздің болмысымыз, жалпы дінде де болған қарсылығы жоқ. Ұлт ретінде бізді Құдай жаратқаннан кейін біз сол Құдайдың жаратылыс тұрғысында өзімізге берілген құндылықтарды сақтауға және соны дәріптеуге, келесі ұрпаққа өткізуге
мүдделі болуымыз керек. Олай болмағанда, иә, бізде жаңағы дүбара нәсіл ұрпақ дүниеге келеді. Ұлтын, дінін, санасын, мәдениетін жақтамайтын жаңағы космополит ұрпақ дүниеге келмес үшін біз ұлттық құндылығымызды қоса беріп отыруымыз керек. Енді бұл біраз нәрселер бізде кемшіліктер бар. Жаппай дәріптелу жағынан да үлкен мәселелер бар. Бірақ қалай болмаған кезде бармен базар болып, жас ұрпақтың, өскелең ұрпақтың санасына осы тарихтан сабақтастықты қалыптастыру мәселесі өте үлкен дүние болып тұр. Енді сабақтастық үзілгеннен кейін де бізде кейбір азаматтарымыз бізде дұрыс ислам болған жоқ, біз исламды дұрыс түсінген жоқпыз деп жүр. Шын мәнісінде біз ана жақтағы исламды әлі күнделікті өмірімізге өткізе алған жоқпыз. Көптеген қолжазбаларды әлі де біз өзіміздің санамызға, мүддемізге, өзіміздің игілігімізге жарата алған жоқпыз. Сол кездегі ағартушыларды әлі де болса жастардың ұрпағын санасына сіңіре алған жоқпыз. Олардың еңбектерін зерделей алған жоқпыз. Яғни былайша айтқан кезде ортадағы жаңағы 70-80 жылдық бір бос кезеңнен кейінгі қайтадан жалғастық, сабақтастық деген дүниеде үлкен кемшіліктеріміз бар. Міне осыны қалпына келтіретін болсақ, көп дүниелерге біздің көзіміз жетеді. Яғни біздің ата бабаларымыз дінді қалай ұстанды, діннің қай формасы бізге көбірек қолданыста болды, және олардың руханиятында қандай үлкен жетістіктер болды. Шынын айтқан кезде талай әулиелеріміз, талай ақын нишандарымыз осы топырақтарда болды. Олар ислам арқылы жетті ғой соған, дін арқылы жетті ғой, бірақ өзінің ұлтының салт дәстүрін мансұқтаған жоқ. Ал неге қазіргі діндарлар мансұқтағыш келеді? Жаңағы репрессия, ойбай мынау деген харам, мынау деген ширк, мынау деген күнә, мына тозаққа барасың деп соны айтқыш келеді. Неге олар айтқан жоқ? Міне осы нәрселердің барлығын түсіну үшін біз осы ұлттық құндылықтарымызбен сабақтас түрде ұрпақ санасына жеткізуіміз керек деп ойлаймын. Енді осы ұрпақ санасына жеткізуде ұлттық құндылықтарымызды білім беру мекемелерінде жүргізіп жатыр ма? Мысалы енді біз білеміз, енді менің ойымша ондай арнайы пәндер де жоқ. Енді жалпы жат идеологияның ықпалынан сақтау үшін кезінде дінтану деген пәндерді болды факультатив сабақ мектептерде. Бірақ қазір менің білуімше ол пәндерді де алып тастаған екен. Жоғарғы оқу орындарында мүлдем оқытылмайды. Оны өзіңіз білесіз, кафедра басқардыңыз. Енді жалпы бұлардың санасына енді тек қана діни ғана емес, ұлттық құндылықтарды дәріптейтін арнайы пәндер менің ойымша болу керек сияқты. Ал енді біз әрине қосымша бағдарламадан тыс дәріптеп жатқан жағдайлар бар, бірақ ол қаншалықты нәтиже береді? Енді жаңа өкінішке қарай өзіңіз айтқан сияқты бұл бір жекелеген қоғамдық ұйымдардың, жекелеген тұлғалардың, жекелеген жаңағы жауапкершілік сезінген азаматтардың ғана иығында тұрған шаруа сияқты көрініп тұр. Қазір өйткені неге десеңіз, мынау мектептерде ұлттық құндылықтарға байланысты, абайтану деген сияқты, болмаса жаңағы наурыздың кейбір жағдайларына байланысты, тарихтың кейбір мәдени кейбір мәселелеріне байланысты ондай сабақтар болып тұрады. Әсіресе гимназия мектептерде осы нәрселер көбірек мүмкін дәріптелетін шығар деп ойлаймын. Бірақ жалпы алған кезде бұл сондай бір бағдарлама түріндегі іс-әрекеттерден арыға аспай тұр. Пән ретінде жаңағы орындауы өте қиын болып тұр. Бұл мәселе негізі мынандай бір жақсы сөз бар ғой. Егер тәрбиеден қаржыны аясаң, оны үнемдесең, түрмеге жұмсайсың деп. Сондықтан да біз осы басқа пәндердің, басқа сабақтардың сағаты сыймайды, факультатив сабақтар көп, андай мындай деген сияқты желеумен осындай бір рухани, ұлттық және рухани құндылықтарға байланысты сабақтарды барлық мектептерге енгізе алмай отырмыз. Оның үстіне жаңа өзіңіз айтқандай дінтану және зайырлық негіздер деген 36 сағаттық пән бар еді. Оны да қазір жаһандық құзыреттілік дегеннің ішіне енгізіп, бір 10 шақты сағатқа түсіріп қойды. Оның өзінде де жаңағы беретін мұғалімдердің біліктілік мәселесі бар, тағы басқа деген мәселе бар. Көп жағдайларда біз ұрпаққа қажетті ұлттық құндылықтарымызды мынау тек қана діни ағымдарға қарсы ғана емес қой. Қазір мектептерде өте көп үлкен келеңсіздіктер болып жатыр. Балалардың бір-бірлеріне көп күш жұмсауы, тіпті қыз балалардың өзінің бір-бірлерін жаңағы әжетханаларда текпелеу деген сияқты әртүрлі видеоларға түсіру, қорлау деген сияқты. Мұның барлығы былайша айтқан кезде тәрбиенің кетіп бара жатуы. Сол үшін де жаңағы тәрбиесіз берілген білім адамзаттың қас жауы деп Фараби айтқан сияқты, бұл қасірет қой. Сондықтан да ұлттық құндылықтардың осындай бір үлкен бір мәселесі бар. Қазір отбасыларында да әртүрлі жағдайлар бар. Біреу ұлттық құндылықты баласына бере алады, біреу бере алмайды. Оның үстіне қазір отбасындағы азаматтардың барлығы жұмысбастылықпен бала шағасына көңіл бөле алмайды. Ал одан кейін олардың көп уақыты мектепте өтеді. Содан кейін телефонның алдында өтеді. Ал ол жердегі ұлттық құндылықты бойына сіңірмейтін болса, жаңағы ұрпақтарымыздың көбісі кішкене санасы тұрғысынан, тәрбие тұрғысынан үстаңдау болып шығатын мәселесі де бар. Енді жоғары оқу орындарында да осы мәселе бар.
көп жағдайларда мына білікті жаңағы міндетті компоненттер деп соның нәтижесінде пәндерден жаңағы дінтану негіздеріне, ағымдарға байланысты, құндылықтарға байланысты сабақтар сыймайды деген желеумен осы нәрселерді алып тастап отыр. Шын мәнісінде студенттердің арасында да өте көп келеңсіздіктер бар. Ертеңгі маман, ертеңгі жоғары білімді азаматтар. Бұл жерде мына нәрсе бар ғой, біз мына нәрсені шатастырамыз. Көбінесе Қазақстандағы отбасылар да білім беру жүйесі де осы нәрсені шатастырады. Тәрбиелеу дегеніміз білім беру деп ойлаймыз. Әрине. Ал білім тәрбиесіз жалаң ол адамзат ұшпаққа бармайды. Адамзатқа қиянат жасап жатқан азаматтар білімсіздіктен жасап жатқан жоқ, тәрбиесіздіктен жасап жатыр. Сондықтан да біз руханият деген мәселеге бір ерекше көңіл бөлетін уақыт келген сияқты. Сондықтан да жаңағы президенттің айтып отырған мәселесі ұлттық құндылық деген мәселе, діни бірегейлік деген мәселе осы нәрселерді қамтыса деген ой. Кеңшілік мырза, бүгін біз өте маңызды сұхбат құрып отырмыз. Енді бұл тақырып төңірегіндегі сұрақты біз келесі бағдарламамызда талқылап жалғастырсақ. Олай болса, құрметті көрермендер, бүгінгі бағдарламамызды аяқтаймыз. Келесі бағдарламамызда кездескенше қош сау болыңыздар.